Екі тағдыр, бір сезім. Қалайсың жаным? Жақсы барып қайттың ба деп, күйеуім мені есіктен күлімдей қарсы алды. Көңіл күйім төмен болса да, мен оны білдіртпеуге тырыстым. Алғашқы жүктілігім болған соң ба, кейде тез шаршап, кейде өзімнен өзім жылағым келіп тұратыны бар. Бүгінде көңіл күйім құласып, жүрегім әлденені сезгендей шаншып, мазамды ала бергені. Мен аяқ киімімді шешіп, күйеуіме қарап езу тарттым. Бәрі жақсы. Дәрігер, папасына айтыңыз, балапаны бұзық болмасын деп ескерту жасады. Бұны естіген отағасы мәз, ішімді алақанымен сипап, біздің бала бұзақы емес, әншейін маған тартқан белсенді жігіт қой деп мені қолымнан ұстап асүйге қарай жүрді. Үйде қонақ бар. Дастархан басында отырып, біраз нәрселерді талқылап тастадық. Жүр, мен сені таныстырайын деді. Мен асүйдің табалдырығын аттай беріп, талып қалуға шақ қалдым. Үстел басына жайғасқан қонақ маған жат адам емес. Енді өмірінде оны жолықтырам деп ойламаппын. Қонақтың да түрі бірден өзгерді. Сірә, оның да мені көретіні жоспарда болмаса керек. Танысып қойыңыз, Жаке. Перизат келініңіз осы кісі. Жомарт менің көмекшім, менің бизнес жолындағы алғашқы демеушім, қолдаушым. Жалғас Маратұлының кенжесі. Енді менімен бірге жұмыс атқарады деп отағасы біздің кейпімізді аңдымай бір-бірімізді таныстырып әлек. Таныстық ишаратын жасап, қолын созса да Жомарт орнынан тұрмады. Енді ғана байқадым, ол үстелді бойлай қойған орындықта емес, мүгедектерге арналған креслода отыр екен. Жүрегім бір түрлі болып шаншып кетті. Мен жауап ретінде басымды изеп, киімімді ауыстырайын деп асүйден шығып кеттім. Көз алдым бұлдырап кетті. Шағын дәліз ұзақ болып, мен жатын бөлмеге әрең жеттім. Біліп болмайтын жұмбағың көп, тағдыр неткен сұмдық едің. Бір болуды жазбапсың, енді неге жолықтырдың? Сенсіз өмір мәнсіз екенін түсіндім жаным. Маған мәңгі жар болуға келісесің бе деп, әдемі сақинасы бар қобдишаны ұсынған Жомарт күлімдей қарады. Әрине, оған жар болу менің де арманым болатын. Бірақ бір жағынан кешқұрым сабақта машина ішіне мұндай ұсыныс жасайды деп ойламағандықтан, сасып қалсам да қуанышымды жасыра алмай басымды шұлғи бердім. Әрине келісемін дедім. Ол мені құшақтай алды. Мен ертең ата-анама жетіп, саған құда түскіземіз. Сосын мен сені Алматыға алып кетемін деп, ол мені ұзақ құшақтап отырды. Сол кеш өмірімдегі ерекше кештердің бірі болатын. Жомарт алматылық жігіт еді. Екеуміздің таныстығымыз да қызық. Вокзалда Алматы-Астана пойызын күтіп отырғанда танысайық деп жанымнан айналшықтап кетпей қойған еді. Одан кейін жолсеріктермен келісіп пойызға отырып алыпты. Бейтаныс қыз үшін осыншама әбігерге түскен жігіттің әрекеті тұрпайы көрінгенімен, сол таныстық үлкен махаббатқа ұласқан болатын. Ол Алматыдан әдейілеп, апта сайын демалысында көлігімен Астанаға келіп тұратын. Шаршайсың ғой, осы аптада келмей қойсаңшы деген кездерімде, сен мені сағынбайсың ба деп, жас балаша ренжіп қалатын. Таң ата ол Алматыға жол жүріп кетті. Оның хабарын тағатсыздана күтіп қалдым мен. Бірақ ол хабарласпады. Шыдамым таусылып, телефон шалып едім, абонент байланыс аясынан тыс жерде дегеннен басқа жауап алмадым. Дей тұра үмітімді үзбей, телефонды бір сәтке де жанымнан алыстатпай ұзақ тосып жүрдім. Бірақ арада бір ай өтсе де Жомартымнан хабар ала алмадым. Тәуекелге бел буып, Алматыға өзім аттандым. Бір-бірімізді бір жылдан артық білсек те, ата-анасын, достарын танымағаныма өкіндім. Үйінің мекен-жайын арадағы әңгімеміз арқылы білетін едім. Ұшақтан түскен бетте тұспалдап сол жерге бардым. Жомарттың тұрмысы жақсы, бай қуатты жанұяның перзенті болатын. Дарбаза алдына мені күзетші күтіп алды. Келген жайымды, аты жөнімді сұрап алғаннан кейін күте тұрыңыз деп ішке қарай кіріп кетті. Жарты сағаттай өткен соң күтуші әйел келіп, соңымнан ер дегенде ишарамен мені үйге кіргізді де өзі қайта шығып кетті. Екі қабатты үлкен үйдің кіреберіс дәлізінің ортасында аппақ диван қойылған екен. Мен зарығып күтіп жүрген Жомарт сонда отыр. Осыдан бір ай бұрын ғана бәрінен де ыстық, жаныма жақын жанның бүгінде түсі суық. Мені көріп ол қабағын түйді. Мен әрі қарай айта алмай, орнымда тұрып қалдым. Айта бер деді, ол бейне күнде көріп жүрген адамдай. Аузыма сөз түспей мен ұзақ тұрып қалдым. Үнсіздікті Жомарттың өзі бұзды. Перизат, сен мені текке іздеп келдің. Хабарласқым келсе, өзіме хабарласар едім. Яғни зауқым соқпады. Уақытыңды босқа кетірудің қажеті жоқ еді. Жүрегімде орын алған үміт пен үрей аралас сол бір сезімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өте қиын болды.
Аман есен көргеніме бір қуансам, мына сөзіне, әрекетіне қатты ызаландым. Мен не дерімді білмей, оң қолымдағы сақинаны шешіп жанына бардым да, диван алдында тұрған кішкене үстелдің үстіне қойып, бар болғаны мынаның қажеті қанша еді дедім. Ол күлді. Бұрын оның күлкісін ұнататын едім, бірақ қазір мына орынсыз күлкісі бетіме түкіргенмен бірдей болды. Мен айныдым, қателік жасаппын деп ол мырс етті. Бар айтарың осы болса, Қалима сені шығарып салсын, деді ол бұрынғысынша суық қалыппен. Қажеті жоқ, өзім-ақ кете беремін деп, кілт бұрылып, артыма қарамай шығып кеттім. Ол да орнынан тұрмады, қошта демеді. Мен құсалықпен күн кешіп, ұзақ қайғырдым. Кейде екеуміздің кездескен күнімізге лағнет айтқан кездерінде болды. Кейіннен Медетті кездестірдім. Мен оны жомартты сүйгендей сүйе алмадым, бірақ ол мені құлай сүйетін еді. Екеуміз шаңырақ көтердік. 2 айдан соң тұңғышымыз өмірге келмек. Бақытты едік. Тағдыр тағы оны не үшін жолықтырды? Мен көзімнің жасын сүртіп төсектің шетінде отыр едім, бөлмеге Медет кірді. Жаным, саған не болды деп ол мені құшақтай алды. Ештеме, жай әшейін көңілім біртүрлі құлазып тұрғаны деп күйеуімді қатты құшақтадым. Оның шексіз махаббаты үшін құрметтейтін едім. Айтпақшы, қонағың қайда дедім. Жомарт па? Асығыс бір істері шығып қалып, сонымен кетті. Негізі ол өте жақсы жігіт деп жолдасым арқама көрпе жапты. Жақсы дейсің бе? Иә, өте тамаша жігіт. Папасы да алтын адам. Кейін таныстырамын ғой деді де, күйеуім менің жанымда отырып қолымды алды. Бұл жігіттің де кешпегені жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір қызға ғашық болған екен. Айтпақшы, сенің жерлесің астаналық. Сөйлесіп екеуі үйленбекші болған. Күйеуім маған таныс әңгімені бастай жөнелді. Жаңағы қызға сақинасын сыйлап, құда түсемін деп кеткен кезінде ол бейбақ жол апатына ұшырайды. Содан осылай 2 аяқтан қалады деп Медет бір тоқтады. Жүрегім су ете қалды. Басында басты кейіпкеріме ұқсаған әңгіме енді мен білмейтін арнаға бұрылған тәрізді. Ал қыз ше, дедім мен жолдасымның көзіне тіке қарай алмай. Қызда да әрине кінә жоқ. Ол сорлы бұны Астанадан іздеп келсе керек. Бірақ бұл қыздың тағдырын байлағысы келмей, мүгедек екенін білдіртпейді. Ебін тауып, қызды қуып шыққан көрінеді. Тамағыма бірдеңке келіп, тіреліп қалғандай болды. Көзімнен аққан жасты жолдасыма түсіндіре алмасымды біліп, мен оның құшағына тығылдым. Жаным, жаным сол, көңілің онсыз да құлазып тұрғанда, бекер айттым ғой саған, деді. Уайымдамашы, жақында ол қыздың да тұрмысқа шыққанын естіп, бұл да бір ес жиған көрінеді. Әйтеуір сол бақытты болып кетсе екен, мен де өмірімді өз-өзіме кінә артпай жалғастыра беремін деп шешіпті. Содан міне жұмысқа тұрған, мен де оған барынша көмектесуге тырысамын деп, ол алақанымен менің көз жасымды сүртті. Сен одан да айтшы, дәрігер біздің балапан туралы не айтты? Мен отырып қалдым, үндей алмадым. Өйткені енді ештеңе айта алмастай күйге түскен едім. Авторы Клара Ермағанбетова.